Сәлеметсіздер ме? Сіздермен BI Академия және бүгін сіздермен бірнеше функциялар туралы сабақ өтетін боламыз. Ол үшін қарапайым блог құрайық. Блогымыз бар. Енді оны толықтыра кетейік. Бұл жерде абзац енгізейік. Енді біздің тегімізге сілтеме жасаймыз. Және HTML функциясын пайдаланатын боламыз. Бұл жерде HTML функциясының қызметі блокқа қайтадан қайтару болып табылады. Тексеріп көрейік. Абзац. Енді тағы бір функцияны қарастырып өтейік. Бұл жерде біздің текст функциясы. Бұл жерде айырмашылығын көріп тұрғандарыңыздай, бізде бірінші HTML функциясының көрсеткені, бұл жерде тегімен қосып көрсетеді бізде. Блоктағы тегтермен қосып көрсететін болады. Ал бізде текст функциясы бізде тексіз. Яғни тегті көрсетпейтін болады. Тағы да қарап көрейік. Абзацқа сілтеме жасайық. HTML. Абзац болсын бізде. Оның қажеті жоқ. Енді қарап көрейік. Текст функциясы мен HTML функциясының басты айырмашылығы осы. Бізде HTML тегпен бірге көрсетсе, ал текст функциясы бізде тегті көрсетпейді. Яғни тағы бір HTML функциясының қызметі ол өзгерту. Көріп тұрғандардай, мына жерде біздің абзац сөзі жаңа абзац сөзіне өзгерді. Тағы сіздерге айтайын деген тағы бір функция, өте бір қызық функциялардың бірі клоун. Яғни клондау. Былайша айтқанда көшірме жасау десек те болады. Қазір қарап көрейік. Бізде блогымыз осы түрде қала берсін. Ол үшін біз жаңа айнымалы енгізейік. Оны да блог деп атайық.
дивке сілтеме жасасын. Және кон функциясы. Бұл жерде айтайын деген біздің бұл блок, мына блок екеуінің ешқандай қатысы жоқ. Біз оны жай ғана осы блокты көшіріп алатын боламыз. Жаңадан өзіміз енгізілген блок деген айнымалыға. Енді сілтеме жасайық осыны. Біз бұны жай ғана бодыға сілтеме жасайық. Себебі көшіріп шатаспау үшін солай жасайық. Яғни append функциясын пайдаланамыз. Бұл жіберу деген сияқты мағынасында қолданылады. Блок функциясын бодыға жіберетін боламыз. Блок айнымалысын. Қарап көрейік кодымызды. Шатаспау үшін мына жерде стиль енгізсек те болады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің кодымыз дұрыс жұмыс жасап тұр. Бұған біраз өзгерістер, блок айнымалысына өзгерістер енгізсек те болады. Тексеріп көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай кодымыз дұрыс жұмыс жасап тұр. Тағы да бір-екі нәрсе қоссақ болады, мысалы. Қырық пиксель болсын. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай кодымыздың бәрі дұрыс жұмыс жасап тұр. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақтарда көрüşürüz.